Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода біз мынандай жесткий дисктерді бұзатын боламыз. 160 гигабайт ескі жесткий дисктер. Қазір осыларды бұзып, біреу және екеу. Екі жесткий диск. Міне бұндай жесткий диск ашқанда мына шуруптарына қарап отырсаңыздар, кәдімгі фигурный отвертка емес, мынандай өзінің арнайы 5 жұлдыз отвертка. Бұл мынандай фигурный отверткамен ашамай қойдым. Сол себеп мына отвертканы алдым. Осымен жайлап ақырындап ашып, ішінде не бар екен көреміз. Бұның ішінде негізі аса ештеңе болмауы керек. Магнит шығады, екі магнит білетін. Тағы неше ұқсайды. Баяғыда ноутбуктың дискісін ашқым, осындай жесткий диск. Бірақ ол кезде бұзуға емес, жасауға ашқым. Бұлар бірақ бір ашылғаннан кейін жасалмайды екен. Плата бар екен. Мынау контактылар алтын жалатылған, мына жесткий дискті. Мына жердегі мен радиомдар алтын жалатылған. Бізге мына крышканың астына да клей құйып тастапты. Ора ашылады. Мына жерде бір шуруп қалып қойыпты. Наклейканың астында. Мына бізде жесткий дисктің іші. Шрифт. Мына магнит. Бізде корпус. Корпус алюминий екен, магнит жабыспайды. Негізі магнит. Енді стрелка өзі шығу керек қазір. Сырылған екен мына диск. Қатты өзіне тиген бекен. Үстіне шыққан дисктер мұндар.
жесткий дисктің мына жердегі үш шуруп қалып қалды, айналып кетті бастары. Босамай қойды. Және мына магниттің бір жағы босады да, мына жағы айналып кетті. Толық шашылмай қалды бұл жесткий диск. Қазір енді екіншісін ашып көретін боламыз. Мына жерде көріп отырсаңыздар, мына алтын бекет. Контактылар алтын болу керек. Ортасындағын білмедім нақты. Бізде бір жесткий дисктен мынандай крышка алюмин, магнит жабыспайды. Бір алюмин крышка және мынандай плата. Сондай бір жаман емес, жақсы плата. Алтындар бар. Және мынандай шрифт және түбінде кішкентай радиондар. Болсаңыздар, бұны көру керек, білмедім бұны не екен. Және мынандай дискті оқитын жаңағы стрелочка. Мына түбінде де мынау алтын ғой деймін, осы ленталар, жондар. Осы бұл өзі корпус нержавейка. Жабыспайды. Мына ортасындағы темір. Мына ортадағы темір екен. Мына өзі корпус нержавейка ғой деймін. Жабыспайды, или алюмин бекен. Дағы көру керек бұны. Және мынау жабыспайды. Нержавейка корпус. Корпусқа жабыспайды, корпус алюмин. Мынада темір екен мен корпус. Көріп отырсаңыздар. Мына екіншісін түсірмей қойсам ба деймін, бірақ мына толық ашылмай қалды да, мынаның ішінде не бар екен көре алмай тұрмын оны. Оны кейін болгаркамен ба бірдеңемен қайрап алу керек. Көзіммен мынаны ашайын, сосын қайтып қосыламын. Бұл жесткий дискті де мына жерде бір шуруптың шляпасы айналып кетті. Мынаны бір алмай қалды. Орында айналып тұра береді. Мынада бірақ айырмашылықтары болады екен, жесткий диск. Мына үстінен шыққан магнит жоқ екен мына жерде. Құр защита. Бірақ астында кішкене үлкендеу магнит шығады екен. Сол жалғыз ғана магнит біреу. Мына жаңа жесткий дискті, яғни платаны шешкен жоқпын. Платада не бар екен. Мынаны енді кейінірек болгаркамен ауылға барғанда қайрап шешіп алу керек. Бұл уже эконом класс қой, былайша айтқанда. Жаңалары корпус темірден жасалған. Бізде қалған осы плата шешілген жоқ. Кейінірек шешем бұны. Бұда да алтындар бар екен, жаңа болса да. Және мына жерде мынау заглушка, мынада ақ, мына ескісінде бұл сарғайып тұрмын. Ортасында. Кішкене сондай бір айырмашылықтар бар екен, ескі мен жаңада. Бірақ магнит, қара темір жай ғана. Ешқандай магниті жоқ. Де бары видеоны аса лайк басып, арнаға жазылып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мынаның ішінде не бар екен, кейін бір мынаны шығарғаннан көрсететін болам. Айыпқа бұйырмаңыздар, осылай болып қалды. Айналып кетті, қырсық. Кездескенше сау саламатта болыңыздар.